Жұмыстан кейін үйге келдім. Көрші Лиәжей есік қағып тұшпара әкеліпті. «Ауылдасың ғой» деп айтты. Бірақ мен есіктің тесігінен қарағанда табақтағысы тұшпар емес, ішкі мүшелері мен бірнеше саусақ сияқты көрінді. Ас үйде менің жігітім Сикан тұшпараға салма дайындап жатыр екен. Лиәжей болса есікті аш деп асығып тұр. Есік көзінен қарағанымда Лиәжейдің беті бөтелі болып кетті. Әжімдер қисайып, сол көзі үлкен болып кішірейіп тұрған сияқты болды. Лекан келіп есікті ашпақ болды. «Сонымен де Лиәжей тұшпары кепті, неге есікті ашпайсың?» Мен бірден тоқтаттым. «Тоқта, бір нәрсе дұрыс емес сияқты». Сикан түсінбей қалды. «Сен, мен сенің үйде екеніңді білемін, есікті аш». Лиәжейдің дауысы бірде ашулы, бірде жан айқайға айналды. Сикан шошып қолын тартып алды. «Лиәжей, не болып жатыр өзі?» Мен қайтадан тексере бастадым. Лиәжейдің бетінде қанға ұқсас іздер бардай болды. Лиәжей мен Ванада бұрынғы зейнеткерлер, мұғалімдер, өте жақсы жылы адамдар. Бірақ қазір ол жағдай мүлде түсініксіз, біртүрлі. Бұрынғыдай емес. Мен есікті ашпаған соң Лиәжей жай ғана бұрылып келесі есікті қаға бастады. «Полиция шақыр тез, телефон ал» деп асықтырдым. Бірақ байланыс жоқ екен. Желі толық бұғатталған сияқты, тек интернетте істемей қалды. Қалай сонда болуы мүмкін? Тіпті жедел қоңыраудың өзі де қосылмады. Сол сәтте Лиәжей қарсы пәтерде есігін қағып тұрды. Оның арқасынан бір қанға боялған пышақ жасырын көрінді. Мен іште дұға етіп тұрдым. «Сен аға, есікті ашпашы». Бір кезде қарғысы жақтағы есік ашылды. «Лиәжей ғой, түн ортасында не болды?» деген дауыс шықты. Жүрегім кеудемнен шығып кеткендей болды. Сикан ақырындау ғана: «Сен есікті ашшы, тұшпара келдім» деді Лиәжей. «Мен тамақ қойғанмын, сіздің бетіңізде қан бар ма?» деді Сикан аға. Ол бірден бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп есікті жабуға тырысты, бірақ күтпеген зат болды. Әлсіз көрінген Лиәжей кенеттен қатты күшпен айқайлап есікті теуіп жібергендей болды. Лиәжей қанға малынып бөлмеден жайлап шығып келді. Ол маған жымиып бір қарап алды да бұрылып дәлізге кіріп кетті. Оның аяқ дыбысы бірте-бірте алыстап, кейін қайтадан баспалдақтан төмен түсе бастағаны естілді. Ол менің ең жақын досым Гумен төменгі қабатта тұратынын білген. «Гумен, кім болса да есікті ашпа» деп мен ішімнен қатты уайымдап оған қоңырау шалдым, бірақ жауап жоқ. Бейшатында да жауап бермейді. Сикан қатты дірілдеп тұрды. «Лиәжей, Гумені іздеп бара жатқан сияқты». Менің жүрегім тарсылдап кетті. Мұндай жағдайда бір нәрсе болмайды деп үміттену қиын. Сикан бірден есікті ашып шығуға тырысты. Бірақ «Сен шынымен Лиәжейді жеңе аласың ба? Ол бұрын спортпен айналысқан, тіпті жекпе-жекпен де қатысқан». Лиәжейдің алдында бәрі күмәнді көрінді. «Енді не істейміз?» Дәліз қараңғы еді. Төменде бір қорқынышты нәрсе Гуменге жақындап кетқандай болды. Менде бір ғана ой болды. Сырттан көмекке жетумен терезеден түсіп көруге болатынын түсіндім. Біздің үй 8-ші қабатта болса да, менде альпинизмге арналған құралдар бар еді. Мен арқанды тез дайындап, терезе арқылы төмен түсе бастадым. Гуменнің бөлмесіне жеткенде ішкі қараңғы еді. Мен жай ғана сыбырлап шақырдым, бірақ жауап болмады. Терезе ашық екен. Ақырындап итеріп көріп едім. Келесі сәтте кенеттен беті әжімге толы қорқынышты бір қария шықты.